Тува халықтарындағы тәңіршілік екінші бөлім. Алдыңғы бөлімде бұл халықтың тәңіршілік сенімі ламаизммен араласып, синкрентті сенімге айналғанын айттық. Ламаизм тувалықтарға қашан келді деген сұраққа. Зерттеуші Васильев, Туваның Қытайдың Цин әулетіне бағынышты болу кезеңінде 1758-1911 жылдар аралығында ламаизм қоғамдық ортаға белсенді түрде еніп кетті. Бұрын аймақта үстемдік құрған тәңіршілдік шамандар жаңа дінмен ауыр күреске төтеп беруге мәжбүр болды деп жазады. Ендеше сіздерге бүгінгі күнгі тәңіршілдік өкілдерін таныстырсақ. Міне мынау шаманның есімі Айчурек Ойун. Ол Қызыл қаласындағы орталық Тостер Тува тәңіршіл шамандарының діни ұйымының басшысы. Тостер атауы Тува тілінде 9 аспан дегенді білдіреді. Яғни тәңіршілік сенімі бойынша аспан 9 қабаттан тұрады. Айчурек дәстүрлі емдік істерімен, көріпкелділікпен, жәдігөйлікпен айналысады. Тіпті шет елдерде Италияда, Швейцарияда, Францияда, Германияда, ақш-та, сондай-ақ тілек білдірушілердің өтініші бойынша Мәскеуге барып, үнемі арнайы рәсімдер ұйымдастырып, шамандық істер мен хуваанақ көріпкелдігі бойынша семинарлар өткізеді. Міне мынау да сол Айчуректің өзі. Семинарның бағасын анау-мынау адамның қалтасы көтере бермейді. Біз жарнама жасап жатқан жоқпыз, сондықтан оның нөмірін бізден сұрап әуре болмаңыздар. Ал мынау Монгуш Борахович Кейнин Лобсан кеңес прозашысы, орыс тілді ақын, аудармашы, этнолог, этнограф, тарих ғылымының докторы. Тыва Республикасының халық жазушысы, Тува АССР-ның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. Ресей Кеңестік Социалистік Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Тува Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, жаңа кеңестің толық мүшесі. Йорк ғылым академиясының, Туваның дәстүрлі мәдениетін зерттеуші және насихаттаушысы. Общым атақтары көп кісі болған. Өкініштісі қазір жоқ. 2022 жылы жасы 100-ге 3 жыл жетпей қайтыс болған. Общым, бұл кісі Тунгур республикалық шамандар қоғамының президенті болған. Шамандардың тірі қазынасы халықаралық атағының иегері. Монгуш Кейнин Лобсан шетел университеттерінде тәңіршілік, шамандық туралы лекциялар оқыды. Жалпы айтқанда кеңес өкіметі құлаған соң тәңіршілікті жатқан жерінен қазып алып тірілткен адамдардың бірі. Осы кісінің әлемдік тәңіршілік сенімінің қайта жандануға қосқан үлесі зор. Қазір Тува халқында, тіпті ТМД аймағында әлемдегі өзін тәңіршімін деп атайтындар арасында дәрежесі жағынан бұл кісіге жететін тең келер адам жоқтың қасы саналады. Дін зерттеушілері Тувадағы қазіргі тәңіршілдік ламаизммен де, басқа конфессиялармен де ашық бәсекеге түсе алмайды. Тек тәңіршілдік шағын топтар арасында бақсының өз аудиториясында, ізбасарларын сақтай отырып, өз ерекшелігін сақтай алады деп болжам айтуда. Себебі тәңіршілдік буддистік синкретизмі әлі де өзгеріп түрлене түседі. Мысалы, Тувадағы белгілі тәңірші шаман, емші Сиренат өзін Дашичай Холинг Будда ұйымының емшісі ретінде таныстырып, алайда аурулармен жұмыс істеуде ол барлық шамандық, ламалық, психикалық тәсілдерді біріктіре отырып әрекет етеді. Жергілікті азаматтар емделу және сауығу үшін ламаға да, бақсыларға да жүгіне береді, бөліп жарып жатпайды. Кейбір зерттеушілер бұл қос сенімге тең қарау атеизм дәуірінің ерекше салдары деп санайды. Зиялы қауым болса адамдар тәңірші бақсылардың қызметіне жүгіну әлі күнге дейін жойылмады деп күйінеді. Халықтың негізгі бөлігі өздерін жартылай буддист, жартылай тәңірші деп санайды. Қоғамда ламалар қолдауға ие болып отыр. Тува зиялы қауымының бір бөлігі тәңіршілдікті тек тувалық ұлтқа ғана тән дүниетаным ол, бір жағынан,
этностың тірегі, екінші жағынан, халықтың рухани жаңғыруы мен этникалық интеграциясына ықпал ететін фактор ретінде қарастырады. Алайда екінші зиялы қауым өкілдері тәңіршілікті артта қалу, дамуға кері ықпал ететін механизм ретінде қарайды. Үшінші зиялы қауым болса тәңіршілдіктің нақты ұйымдық құрылымы жоқ. Бір бағыты мен екінші бағыт арасында қайшылықтар мен жүйесіздік, қарама-қайшылық қалып келеді. Олардың ұстанымы дәстүрлі буддизмнің мүдделері мен нормаларына қайшы келеді. Шын мәнінде күшті шынайы бақсылар жоқ. Олардың орындарын шарлатандар иеленген деп санайды. 2010 жылғы мәліметтер бойынша республикада 6 тәңіршілдік шамандық ұйым тіркелген. Кенин Лобсаның айтуынша, ресми тіркелген және міндетін атқарып жүрген 200 шаманның 30-ында ғана шамандық дарындылығы бар екенін растайтын куәлік бар. Рас, нағыз тәңірші шаман атанғандарға бұл куәліктерді қайда, кім, қалай және қандай критерийлер бойынша беретіні белгісіз деп күйінген.